Біз бүгін распаковканың екінші партиясын жасайтын болатынбыз. Біз бұл партияда мектеп киімдерге заказ берген болатын, үйдің балаларына, мектеп формаларын 29 затқа распаковка жасаймыз. Сіз біздермен болыңыздар, подписка жасап, тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Ал кеттік. Так, біздің бірінші упаковкамыз. Ашып көреміз. Так, бізде носки. Носки бұл 10 штук болу керек. 10 штук. Бұл қызыма. Так, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, так, жетеу, 8, 9, 10, 11 даже. Екеу, үшеу, так, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11. Негізі 10-ға берген болатын. Біреу сыйлыққа. 11 штук носки еді. Так. Так, екінші упаковка бізде. Бұл ішінде не бар екенін көретін боламыз. Так, бізде. Ашып көреміз. Так, бізде бұл 2 штук шалбар. Бұл ұлым алған шалбар, трико. Так, 2 трико міне. 2 трико. Мысалға біз деген сапасын 10 деп бағалайтын болсақ, мен бұған 8 или 7 баға қоя аламын. Өте средний качество, орта сапалы. Так, 2 штугынан. Так, 2 штугынан. Үшінші упаковкамыз. Так, бізде футболка. Футболка. Үйі балаға футболка берген болатынмын. Так. Розовый осындай. Качествосы өте жақсы, өте жұмсақ. Так, 10-нан 10 деген баға қоя аламын. Міне бір расцветкасы розовый. Так, сосын телесный цвет, да? Шампанчик бар, неге айтады? Ашылуға жақын цветі. Сосын көкшіл. Размерлері бірдей 4 штук. Так, жасыл цвет 4 футболка. Качествосы өте жақсы келді. 10-нан 10 деген баға қоя аламын. Так, 4-ші упаковкамыз. Төртінші упаковкамыз қазір көрейік бұл так не екенін. Бұл деген біздің неміз. Гамашымыз, гамаш. Қыста жылы киілетінге, іші міне мынандай жылы, өте жылы, қысқа шалбарларымыз. Бұл ұл баланыкі болатын. Качество 10-нан 10 деген баға береміз. Люкс качество. Бесінші упаковкамыз. Үлкен упаковка екен. Бұның ішінде не бар екен? Көрейік. Так. Оқты! Менің костюмым, өзіме берген костюмым қазір сапасын көретін боламыз. Оны салмағы да үлкен вес болды. Ауыр. Өте ауыр. Түймелері, тігістері күшті. Цветі да ішінде. Так, аз көрсетем. Ішінде мынандай астары әдемі кесме тіккен.
сапасы өте жоғары. 10-нан 10 деген баға қоямын түймесімен қолының. Так. Артында 2 түймесі бар. Модысы осындай екен. Светі де трендтегі свет. Түсі де әдемі екен. Өте қалың. Күзде кез келген көйлек, футболка болмаса базалас концертіне киіп кете беруге өте ыңғайлы екен. Так, бұның качествосы 10-нан 10 деген баға қоямын. Өте люкс качество. Так. Бізде алтыншы упаковкамыз. Бұл екен бізде алтыншы упаковкамыз жеңілдеу екен. Жеңілдеу. Ұлыма қыста аяқ киім салып қоюға өте жеңіл, ыңғайлы. Артынан былай асып кете беретін. Былай жиналмалы. Міне осындай аяқ киім салғыш. Аяқ киім доп болсын, спортқа қатысатын балдар үшін күшті таптырмас зат екен. Качествосы өте жақсы. Бауы да жақсы, өте тігілген, сапалы. 10-нан 10 деген баға қоямын. Так, сонымен бізде жетінші упаковкамыз. Салмақты екен. Бұл менің бойгам. Классика ретінде бергенмін. Ашып көрсететін боламын. Түсі мен таңдағандай түс екен. Мынау менің юбка. Юбка өте жеңіл. Так, көрініп тұр ма екен? Мінекі. Міне осындай юбка. Тізеден сәл төмен түсіп тұрады. Өте жұмсақ. Качествосы 10-нан 10 деген баға қоямын. Өте жұмсақ, качество, тігісі бәрі күшті екен. Так. Осымен бірге келген рубашканы көрсетейін. Рубашканың салмақты екен. Рубашканы кәдімгі материал өте күшті екен. Материалы деген өте күшті, өте ыңғайлы. Түймесі міне качествосы көрініп тұр, тігілген тігісінің барлығы. Так, материалы күшті екен. Даже міне мына сыртқы материал мен ішкі материалы екі түрлі. Міне екі түрлі мынандай түсімен және іші мына осындай түсті. Тоже качествосына 10-ға 10 бал қояламын. Өткен двойка. Өтті салмақты. Юбкасы мен рубашкасы екен көрінуіне шықты. Бұл біздің 9-шы, қателеспесем 9-шы. Бұл бомбер сияқты. Бұл бомбер кімге? Ұлыма бұл. Бомбер ұлыма. Сапасы өте жақсы екен. Сапасы, тігісі. Өте замогы. Міне темір. Астары міне өте қатты тығыз матадан екен. Качество өте жақсы. Супер. Бұған 10-да 10 деген баға қоямын. Бомбер. Так. Қателеспесем бұл 10-шы. Сыртынан жаңа көзімді қарап тұрсам, бұл менің қызымның сумкасы. Мектепке ұстайтын сумкасы. Окей, және ішінде өзінің аксессуарлары бар екен. Аксессуарлары бар екен, я. Так, алдындағы осыдан бір ретте тағы бір осындай сумка беріп көргенмін. Сапасы өте осындай. 10-да 10 деген не қойғанбыз. Сапасы өте жақсы. Міне, еще бұның артында массажда әдемі. Арты осындай алды тігістері, екі
замоктермен жабылар, түрлі не салынатын барлығы качествосы өте күшті, және бұған қосымша подаркілері бар екен. Мынандай салып қоятын суреттермен, сосын сумкасына іліп қоятын, замоктерін іліп қоятын ілмешектері бар екен. Сосын қадап қоятын 6 түрлі аты қандай еді, ұмытып қалдым. Так, осындай нелі қадайтындары бар екен. Так, ішіне бірден ілінші. Бірінші ұлымның сумкасы. Ұлымның сумкасы. Өте жақсы качествосы. Еще бұның несі ондай салмағы өте ауыр болған жоқ. Өте әдемі, күшті, сапасы да жақсы. Так, бұған мен замоктардың бәрі жасайды. Бәрі салынады екен. Так. Жақын сыртқа мені тоже астына өте ыңғайлы. Сапасы өте 10 деген баға қоя аламын. Так, біздегі кішкентай упаковка. Соның ішіндегі менің ұлымның іш киімдері. Качествосы күшті екен, күшті. Так, 1 штук. Так, мынадан 1 штук. 2 штук, 2 дана, да? 2 дана. 3 дана. Качествосы супер. Сапасы өте жақсы келді. Размері де дәл келіп тұр. Так, бізде санамай дальше кете берейік. Негізі бізде 29 упаковка, негізі саны бойынша. Так, бұл менің қызымның, қателеспесем, колготки. Мына деген сусылда қойған материал екен. Күшті. Аяқ жағында мені қаймайтын торлы несі бар. Күшті екен. Так, бұдан 2 штук келіп тұр. Качествосы өте жақсы, денеге жабысып тұрады. Сосын бұның бір жақсы жері түкіленбейтін материал күшті. Так, дәл осы екеуі бірдей, бір материалы. Осыдан 2 штук келіп, бір упаковкаде 2 штуктан. Ол қызымның мектепке киетін колготки. Так, келесі упаковкамыз. Бұл бізде андағыдай капрон колготки. Жұқа түрі. Так, білен ашып көрейін. Бұда бір упаковкаде 2 дана салынған. Ашып көрейік. Саға жұп-жұқа, бірақ күшті, материал күшті екен көрініп тұр. Ондай қатты жұқа да емес, қалың да емес. Размері еще дәл келіп тұр. Өте ыңғайлы. Бір упаковкаде 2 дана штука салған. Так. Келесі упаковкамызды ашайық. Келесі упаковкамыз. Менің ұлымның несі, носки. Дана біздің 5 штук носкиіміз. Так, осындай әрбір упаковкамен келген. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 5-еуін бірден ашып көремін. Барлығы бірдей размер. Ұлыма бергенмін. Мықты қалың да емес, жұқа да емес. Аяққа өте ыңғайлы размерімен. Мұнау созылады. Качествосы 10-нан 10 деген баға қойылам. Бір упаковкаде 5 штуктан носки ұл балаға. Келесі упаковкамызды ашайық. Так, бізде. Бұл бізде бір упаковкаде мен деген қызыма да, ұлыма да физкультура сабағына берген болатын. Екеуіне бір размер беріп жібердім. Сапасын тексеретін боламыз. Жоқ, бұл майка. Бұл майка. Еще бұл деген созылатын майка екен. Еще материалы деген
кәдімгі созылмалы, жұмсақ. Міне осындай. Осының 2 штук ер балаға арналған. Ер бала ұлыма жұмсақ, өте жұмсақ, денеге жақсы тұратын, еще міне қыртысталынбайтын материал екен. Одан екеу, мен футболка десем, футболка емес екен. Осыдан бір упаковкаде 2 майка упаковкамен бір упаковкаде 2 штук майка келіп тұр екен. Так, келесі. Келесі упаковкамызды ашайық. Бұл қызымның киімдері. Так. Екі немесімен купонмен келтірген. Так. Бұдан біз неше штук бердік? Бір упаковкаде, так, 1, 2, 3, 4. Сапасын айтсам, сапасы өте жақсы екен, жұмсақ. Көңілімнен шықты. 10-нан 10 деген баға қоя аламын. Качествосы өте жақсы. Так, 4 штук келіп тұр. Так. Мынандай түсінен розовый, не кішкене саршылдау, ақшылдау, әртүрлі түсті, әртүрлі неде. Не келіп тұр. Сапасы өте жоғары. Люкс качество деп айтуға болады. Ұнады маған. Так. Келесі упаковкамыз. Келесі упаковкамыз. Ашайық, бұның ішінде не бар екен? Бұл упаковка менің баламның ертеңгі сабаққа киетін рубашкасы. Сапасын тексеретін боламыз, қаншалықты екен. Негізі размерлерін дәл бердім, негізі. Біреуі бәрі дұрыс келіп жатыр. Качествосы өте жақсы, өте қатты материал екен. Материал қатты. Так, міне. Качествосы өте жақсы. Қатты материалдан. Қырсыздалмайтын сияқты, я? Негізі вообще-де хыбы деп айтатын беді. Хыбы материалы күшті екен. Материалы өте күшті, сіздерге көріп тұрса. Ол 2-ші сынып оқитын ұл балаға деп бергенмін. Қазір киіндіріп сіздерге көрсететін боламын. Сапасы өте жақсы болып келді, көңілімнен шықты. Бұл 7 жасар ұл балаға. Тексеріп кигізіп, қазір көрсететін боламын барлығына. Келесі біздің упаковкамызды ашайын. Түсінбедім. Мынандай бермеген сияқты. Не деймін ол? Мен сарафан бергенмін. Жанына не беріп берген? Жанына рубашка берген. Қосымша. Иә. Сосын мынандай бірдеңе тулар ма, жаулау бірдемелер болды. Енді бұл керек емес, былай. Бірдеңеге іске асар. Қазір сарафан берген боламыз. Сарафан берген, сарафан тексеремін. Негізі бойы бойынша. Мынау кішкентай емес пе екен? Қысқалып қалған. Қысқалып қалатын сияқты да? Иә. Қазір кішкентай. Қазір кигізіп көремін, қысқалау болатын сияқты. Сарафаны осындай болып келді. Качество 10-нан 8 деп бере аламын. Бірақ білмеймін, менің көзім не бойымша қысқалау болып көрінетін сияқты, кигізіп көрсетемін. Негізі мен сарафанның өзін берген болатынмын. Сарафанға қосымша, мен негізі рубашка заказ бөлек бергенмін, бірақ бұл сарафанмен қосып берген жоқ едім. Бөлек сыйлыққа рубашка беріп жіберіпті, қызың рубашкасын. Бұл да ондай атласовый сияқты, материалы тоже. Міне бұл деген плюс подарка келіп тұрған зат, рубашка. Онда ерте кигізіп қоямын. Размері келіп тұр, размер келіп тұр. Бұл да подарка. Рахмет. Пендушка деймін бе? Так, бұны кигізіп сіздерге көрсететін боламын. Ең келесі упаковка. Сарафанға үшін мынандай бірдеңелер келген. Енді бұндай біз тақпаймыз ғой. Өз бір қызым іске асырар. Сонымен келесі упаковкамызды ашайық.
Бұл мен ұлыма берген шалбарым болатын. Мектепке арналған форма шалбар. Сапалы, көрініп тұр сапалы екені. Сапасы өте жоғары деп айта аламын. Сапалы келді. Бұны ұлыма да кигізіп көрсетемін. Міне 7 жасар ұл балаға шалбар. Бізде жаңа форма бізде қою көк түсті. Сондықтан осындай шалбар. 10-нан 10 деген баға бере аламын шалбарға. Ұл баланың шалбары болатын. Келесі біздің упаковкамызды ашып көрейін. Біздің келесі упаковкамыз менің қызымның бомбері. Бұл бомбердің сапасы өте күшті екен. Өте күшті, айта аламын. Материалы өте жақсы. Еще мына кнопкалар, міне кнопкасымен. Іште астарлы тіккен материалдарын қараңыздар. Міне күшті сапасы да. Момент деп жазылып тұр. Сапасы өте жақсы. Мынандай түймелер, жаңа кнопкалармен келген екен. Бұлай не сияқты ретінде киіп кетуге болады екен. Сапасы өте қалың. Ұстающий. 10-нан 12 деген баға береді. Сапасы күшті келді. Қызымның бомбері мектепке киетін. Келесі упаковкамыз. Ашып алайын. Келесі упаковкамыз. Қалыңда бұл не керек? Бұл менің қызымның двойка спортивкасы. Сәл үлкендеу сияқты да. Бірақ қызым өседі. Материал жақсы екен. Материал қатылау әдемі. Бұл дышы физкультураға киіп салады. Бұлай кигенге де. Бұл асты трикосы. Үсті. Еще бізде жазу Queen. Қаншайым деген мағынада. Сапасы өте жоғары, күшті сапасы. Сапасы өте сосын кейін ауырлау материал. Өте жақсы сапада келді. 10-нан 10 деген баға қоямын. Келесі біз упаковкамыз. Бұл не екен? Бұл менің бір упаковкада 2 тениска деген. 2 тенисканың материалы екеуі бірдей. Ұлыма да қызыма да бір жерден беріп еді, бір магазиннен. Сәл жұмсақтау материал екен. Жұмсақтау материалы. 10-нан 8 деген баға қойылам. Екеуі бір неден болған соң. Екеуі де бірдей материал. Екеуі бір магазиннен заказ берген болатын. Качество енді средний качество. Сонымен. Келесі упаковкамыз қазір. Көрсетіп тағын не бар екен. Бұл футболка. Футболка бұл да физкультураға арналған. Футболкалар екеуіне бір магазиннен берген болатын, бірдей размер. Өйткені біреуі 3, біреуі 2 оқитын болғандықтан. Енді шамалас деп бір размерде берген болатынмын. Бірақ міне футболкамыздың материалы несі өте качествосы 10-нан 10 деген баға қойылам. Өте дышащий, ауа кіргізіп тұратын және торлы материалы созылады. Міне кішкене қыжмыж болмайды, қырттанбайды дегенім ғой. Міне сондай материал 10-нан 10 деген баға бере аламын. Және осы бір магазиннен қызыма да ұлыма да 2 материал бердім. Качество өте жақсы. 10-нан 10 деген баға бере аламын.
Так, біздің келесі упаковкамыз. Так. Бұл менің қызымның майкілері. Қыз балаға майка бергенмін. Және бір упаковка екеу келетін болған. Мен біреуін жаңа розовый түсті, екіншісі ақ түсті. Материал өте нәзік. Өте күшті екен, тоже менің ойымдағыдай материал. 10-10 деген баға бере аламын. Және дәл осы фасонның, дәл осы материалдың розовый түсіне бергенмін екеуіне. Качествосы 10-10 деген баға бере аламын. Так, келесі мендегі әлі 3-4 упаковка қалған. Так, бұл менің қызымның рубашкасы. Так, менің қызымның рубашкасы деген материалы деген күшті келді. Качество, люкс качество. Өте әдемі, сіздер көріп тұрмын. Және түймелері өте алтын түстес күшті. Так, 10-10 деген баға бере аламын. Сапасы өте күшті, люкс качество. Келесі менде бұл ұлым мен қызыма үйге күйеуге екі трюк алған болатын. Мынау розовый түрі қызыма үйге киіп тастауға өте жеңіл, жұқалау, сапасы өте жақсы. Так, мынау розовый түрі. Дәл осы размердің қара түсіне бердім. Бұл ұлыма деп берген болатын, мынаны розовыйды қызыма деп берген болатын. Бұл 10-9 деген баға бере аламын. Так, келесі менде кілең аяқ киімдер қалды. Менің баламның туфлиі. Материал күшті екен. Сапасы өте жоғары. Міне мынандай жапсырмалы. Киіп шешуге материал өте жақсы екен. Өте жұқа, ыңғайлы. Качество өте супер. Так, келесінде. Сапасы өте жақсы. 10-10 деген баға бере аламын. Так, біздің келесі упаковкамыз. Бұл аяқ киім өте қырықтылармен келіп тұр. Менің қызымның кроссовкасы деген Ромидің кроссовкасын алады. Качествосы супер. 10-12 деп қоюға да болады. Сапасы өте жоғары. Сіздер көріп тұрмын екен. Сапасы өте жоғары. Өте ауыр. Сапасы өте жоғары, күшті. 10-10-12 деп қоюға болады сапасына. Сөз, сапасы күшті. Кендір көретін боламыз. Соңғы упаковкамызды жіберейін. Келесі соңғы упаковкамызды ашайық. Бұл мен ұлыма берген кроссовка. Кроссовка күшті. Материалы күшті. Тоже 10-12, даже 10 деп баға беруге болады. Качество өте супер келді. Размерде дұрыс келіп тұр. 10-10-12 деп қоюға болады. Супер. Достар, бүгінгі менің распаковкамды сіздерге ұнайтын болатын болса, астына комментарий қалдырып, сіздерде осындай жағдай болды ма, сапасы қандай жағдайда қалай келді, соны бөлісіп кетсеңіздер, сіздерге видео ұнады деп ойдамын. Подписка жасап, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетсеңіздер. Сіздермен болған мен Айнұр Тұрысбек каналы. Келесі қызықты распаковка кездескенше.